Үйді кедейліктен сақтайтын ырымдар. Халқымыз ертеден-ақ ырым-тыйымдарға қатты мән береді. Олардың ішінде бүгінге дейін маңызын жоғалтпаған, әжелеріміз ескертіп отыратын ырымдар бар. Бірінші ырым: босағаңызға кәрі жілік іліп қойыңыз. Кәрі жілікте қасиет бар. Әрбір үйдің босағасында кәрі жілік байлаулы тұру керек. Бұрынырақта үлкендер кәрі жілікте шаңырақтың құты болады, оны біреуге бермейді деп айтып отыратын болған. Көбінесе үй иесінің сыбағасы ретінде сақталып, той тарқаған соң етін мүжіп, сүйегін босағаға байлайды. Кәрі жілік босағаға береке, шаңыраққа шаттық, құт, ырыс дарытады деген сенім бар. Екінші ырым: үйіңіздегі сыпыртқыны тұрғызып қоймаңыз. Бүгінде сыпыртқыны қолданатындардың саны өте аз. Әсіресе көп қабатты үйде тұратын қалалық келіншектер қолына сыпыртқы ұстамайды. Ал жер үйдің келіншектері керісінше сыпыртқымен жақын дос. Күніне бір рет болса да сырласатыны анық. Міне, осы сыпыртқыны қолданып болған соң тұрғызып қоятындарды талай рет көрген боларсыз. Ұсақ түйек деп мән бермегенімізбен мұның да айтарлықтай мәні бар екен. Осы тік тұрған сыпыртқының өзі шаңырағыңызға келетін жақсылықты кері қайтаратын көрінеді. Үшінші ырым: сынық айнаны сақтамаңыз. Бұрындары қазақтар айнаны көп қолданбаған, ал бүгінде керісінше бір қабырғасын айнамен жалтыратып қоятындар бар. Сәнге айналған қиық айна құтыңды қашырып жатыр десе, ешкім сене қоймас. Өйткені сынық айна жақсылық шақырмайды. Кішкентайлар үркіп қарайтын, қорқынышты көрінеді. Айнаның бетін тазалап, мейлінше қараңғы түскен кезде бетін жұқа матамен жауып қоюды әдетке айналдыру керек. Төртінші ырым: ыдысты жумай ұйықтамау. Бір рет болса да жуылмаған ыдыстың бетін майлықпен жауып, тазалауды таңертеңге қалдырған боларсыз. Бұлай жалқаулыққа салынуға болмайды екен. Өйткені құт пен береке, байлық пен ынтымақ үйдегі 3 жерге жасырылған. Біріншісі босағада, екіншісі ыдыста, үшіншісі пейілде.